Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге Индиго сайты арқылы балабақшаға балдарыңызды кезекке қою туралы көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге рахмет. Ең алдымен Google-ға Индиго деп сайтқа кіріп аласыздар. Осылай сіздерге басты бет ашылады және мына жерде геолокация тұрған жерге өздеріңіздің қалаларыңызды белгілеп аласыздар. Міне белгілеп болған соң, міне ішінде өздеріңіздің қалаларыңыз осылай шығып тұрады. Сосын кезекке тұру дегенді басатын боласыздар. Кіргеннен кейін міне осылай кезекке қою туралы өтініш беру деген жерге сіздер оқып танысып алсаңыздар болады. Және оқып болғаннан кейін астында тұрған екі жерге галочка қойып, жай кезекке тұру дегенді басасыздар. Әрі қарай сіздерде 5 қадам шығады. Оның бірінші қадамында телефон номерлеріңізді жазып, растау кодын жіберіп алу керекпіз. Оға дейін сіз телефоныңызға E24 кезекке номеріңізді жазып, одноразовый парольдарыңызды жазып, тіркеліп алу керексіздер. Сол приложениеге код барады, сосын сол жерге кодты жазасыздар, растау кодын. Міне осылай E24 кезет деген приложениеге номеріңізді жазып, тіркеліп алу керексіз. Міне приложениеге келген кодты енгізіп, жалғастыру дегенді басамыз. Сонда екінші қадамға өтетін боламыз. Екінші қадамда өзіңіздің ЖСН номеріңіз және балаңыздың ЖСН номерлері керек болады. Ата-ана ЖСН деген жерге кімнің атынан қойып жатырсыз, жолдасыңыздың атынан немесе өзіңіздің атыңыздан қойып жатсаңыз, сол өзіңіздің ЖСН номеріңізді жазатын боласыздар. ЖСНіңізді жазып болған соң аты жөнін толтыру дегенді бассаңыздар, осылай аттарыңызды, фамилия, отчество, барлық нәрсеңізді шығарып береді. Одан кейін бала туралы мәлімет деген жердегі баланың ЖСНі деген жерге қай балаңызды кезекке қойып жатырсыз, сол балаңыздың номерін жазасыз, ЖСН номерін жазасыз. Сосын аты жөнін толтыру деп оны да бассаңыз, мына жақта автоматты түрде тегі, аты, әкесінің аты, туған жері барлығы жазылып тұрады. Барлығын толтырып болған соң, жалғастыру дегенді басып, үшінші қадамға өтеміз. Бізде үшінші қадамда балдарыңызға жеңілдіктер туралы жазатын боласыздар. Егерде сіздер көп балалы болсаңыздар, бірнеше топқа жататын болсаңыздар, осы жерге құжаттарыңызды, файлды таңдау деп жүктеп, әрі қарай төртінші қадамға өте берсеңіздер болады. Бізде ешқандай жеңілдіктер жоқ, сондықтан жалғастыру деп төртінші қадамға өтетін боламыз. Төртінші қадамда сіздер хабарлама алуға келісім беру керексіздер. Хабарламаны SMS түрінде аласыз ба, телефон номеріңізде SMS туралы келе ма, электрон почтаға келе ма, соны белгілеп кетесіз осы жерге. Біз телефон номерге SMS болып келген қалаймыз, және хабарлама тілін таңдап аласыздар өзіңізге. Сосын астында мәліметтерді пайдалануға келісемін деп галочка қойып, жалғастыру дегенді басасыздар. Міне басып жібергеннен кейін, осылай сіздерге 5-ші қадамда алдыңғы толтырған барлық өтініштеріңіз шығып тұрады. Сосын өтінішті жіберу дейсіздер. Өтініш беруді басып жібересіздер. Міне рахмет, сіздің өтінішіңіз қабылданды және тіркеуге жолданды дейді. Балаңыз кезекке қойылды деген сөз.